көбіне әйел адамдар хабарласады, арасында ер азаматтар да бар. Яғни бүгінгі таңда буынның проблемасы, әсіресе тізе ауруы өте көп. Көп болғанда да әркімдікі әртүрлі ауырады. Біреулерде тізенің жоғар жағы, сыртқы беті ауырады, біреулерде сүйек қақсап ауырады. Біреулерде мынау лестницаға шығады ғой адам. Лестницаға шыққан кезде мынау тізенің артқы жағы ауырады. То есть аурудың проявляция етуі әртүрлі. Енді оны медицинаға жүгінетін болсақ, бұл буын ауруларында алдыңғы кезде, рахмет Фаржасына, бастапқы кезде обезболивающий, диклофенак салады, диклофенакты уже бәріміз білеміз. Жаңағы аптекаға барып, без рецепта адамдар алып, диклофенак қабылдай беретінін мен өзім көзбен көріп жүрмін. Обезболивать етеді, яғни уақытша тізенің ауырғанын басады. Бірақ диклофенактың күші кеткеннен кейін, жаңағы ол қайтадан солай мазалай бастайды. Осылайша жылдар бойы, 10 жылдар бойы буынымен алысып жүрген адамда есеп жоқ. Егер диклофенакқа көнбей жатса, новокаиновый блокада жасайды. Естіген шығарсыздар, новокаинмен сол жерге укол салады. Сөйтеді да оны жаңағы новокаин енді ұйытатын нәрсе ғой, ол жансыздандыратын, вот сондай обезболивающий тоже эффект болады. Ол да белгілі бір уақыт өткеннен кейін қайтадан мазалап бастайды. Және ең соңғы сатысы батыс медицинасында титановый дискілар салады. То есть мынау буын деген, мысалы, тізені алайықшы, ең жиі кездесетін, өзімізге түсінікті, бірақ барлық буынымыз тура осылай жұмыс жасайды. Тізеде мынандай екі сустав, бір-біріне қосылған. Осының сыртында чашка бар. Байқасаңыздар, тізенің сыртында чашка бар. Сол чашканың артында мынау екі суставтың қосылған жері сырты шеміршек дейді ғой, хрящ, сухожилиялармен қапталған, яғни суставтың іші сумка сияқты. То есть пространство бар ортасында, сол жерде синовиальная жидкость болады. Синовиальная жидкость деген сөз, сүйекте тамыр жоқ. Бірақ сүйектің ішінде де сосудтардың бар екенін ғылым қазір, енді мынау ғылымның дамуына байланысты, диагностика қоятын аппараттардың дамуына байланысты, сүйектердің ішінде де майда сосудтардың барын ғылым қазір мойындады. Яғни сүйекке питание керек, себебі сүйек 99% кальцийдан тұрады, кальций иондарынан, оған да питание керек. Осы сүйекті питать ететін, яғни қоректендіретін, мынау синовиальный жидкость деген жаңағы сумканың ішіндегі сұйықтық. Ол жерге қан тамыр арқылы бүкіл питание келіп тұрады. Яғни сіздің жеген тамағыңыздағы құнарлы заттар, кальцийдің иондары, магнийдің иондары, калийдің иондары, витаминдер, майда еритін витаминдер көп қой, амин қышқылдары. Осы нәрсенің бәрі мынау сумкаға тамырлармен, қан тамырлармен келіп, не істейді? Мынау суставты қоректендіріп тұрады, майлап тұрады. Яғни ол бір питательный среда. Өте құнарлы питательный среда. Енді осы мынау сүйек, біріншіден мынау шеміршек істен шығады, суставтың проблемасында. Сосын сүйектің арасындағы синовиальный жидкость азаяды, төгіледі, жаңа сухожилиялардың повреждениесінің әсерінен, сөйтеді да сүйектердің уже питание нарушается еткесін, сүйектер майдалап жарыла бастайды. Сүйектердің сол жарылғаны, анау қойдың жілігін ажыратып, жіліктің басы жылтыр болады. Кеміріп сөйтеміз ғой, әсіресе қойдың жілігі енді кеміруге келеді, дәмді болады ол, оны құшырланып, әсіресе ер азаматтар оны кеміріп жеп жатады. Неге? Себебі ол жерде нағыз кальцийдің шоғырланған, яғни ағзаға пайдалы қоректік заттары бар жері. Вот сол жылтыр жаңа суставтың басы не істейді? Жарылады да, оны медицинада артроз деп айтады.
әрине енді ол сүйек жарылғаннан кейін ол жанға батып ауырады. Синовиальная жидкость ыдырағаннан кейін ана сухожилие нарушение болып жаңағы өзінің формасын жоғалтқаннан кейін әрине ол жер ауырсынады. Енді медицинада осы мынау екі ненің ортасына, суставтың ортасына титаннан дискі қойып ауыстырады. Тізеге де ауыстырады, мынау неде. То есть мынау екі суставтың ортасына титан дискі қояды. Ол біріншіден бөтен зат, яғни біздің ағзамызға бөтен нәрсе. Ол титан дискі біреулерде ол нетеді, жұмысқа іске қосылып, адам денесіне жағымды болып қалады, ал біреулерде ол организм отторгать етеді. Кез келген организмге сырттан келген нәрсені біздің ағзамызда иммундық жүйеміз бар, қорғайтын. Мынау бөтен нәрсе организмге деп оны отторгать етеді. Сөйтіп, титан дискінің оны қойғаннан кейін біраз уақытқа шейін дәрігерлер бақылауда ұстайды, обезболивающий салады, дәрі-дәрмектермен жаңағы нетеді. Ол қашан организм оған үйренгенше. Енді бұл нәрсенің шешімінің дұрыс еместігін айтайын. Бірінші тізеңізді ауыстырдыңыз, мысалы артрит болды, артроз болды, иә? Ол енді артрит деген воспалительный процесс, артроз деген уже суставтың нарушениесі. Дегенерация дейді ғой, өзгеріске ұшырауы. Бірақ айналып келгенде екеуі де осы суставтың проблемасына нетілген диагноздар. Сонда титан дискіні биыл бір тізеңізге қойды. Келесі жыл екінші тізеңізде тура солай істен шығады, ол жерге де титан диск қоюға тура келеді. Тағы бір-екі жылдан кейін мынау шатта жамбасқа ұршық киілетін жері бар ғой енді. Жамбастың ямочкасында, қойдың жамбасында екі домалақ тесік бар, қазіргі балдарда дисплазия деген нәрсе көп қой. Осы тесікке мынау ұршықтың басы сәйкес киіліп, ол сіңірмен бекітіліп тұрады. Тағы бір-екі жылдан кейін ол тізесі кеткен адамның шатына да, жамбасқа да титан диск қоюға тура келеді. Яғни бұл жерде оның қайсы бірін оның ауыстыра бересіз организміңізде, қайсы бірін оның ауыстыра бересіз. Бірақ шынымен де адамдар бар, тізесін ауыстырып жатқан, жамбасына титан дискі қойып жатқан адамда есеп жоқ, себебі батыс медицинасына жүгінеді, ал ол жерде протокол бойынша диклофенак салынады, сосын новокаинный блокада жасалады. Қазір май құятында нелер бар, процедуралар бар. То есть тізеде май желініп кеткен дейді, тізеге укол салып, уколмен май құяды. Ол майда химиялық жолмен өндірілген май. Ол сіздің организміңіздің майы емес. Ол да бөтен нәрсе. Ол да бір адамдарға жағады, бір адамдарға ол да осложнение беріп, наоборот, аяқтары одан сайын ауырып жүрген адамда есеп жоқ. Ең соңында протокол бойынша ол жерге титан диск салу керек. Уже сүйектің бәрі жарамай қалған, желініп кеткен, оны қалпына келтіру мүмкін емес дейді да, оған титан диск салып береді. Енді бүйтіп анализ жасап қарап отырсаңыздар, қайсы бір буынды титанға ауыстырып, қайсы бір органыңызды солай пышаққа беруге болады, есепсіз, Әрине, бұл нәрсе деген сөз, мен айтар едім, адам, әркім, мынау айтам ғой мен, көбінше осы нелерде, эфирлерде, Алла тағала бізге мынау денемізді аманатқа берген. Қаншалықты жауапкершілікпен осы денеңе қарым-қатынас жасайсың, соншалықты бұл дене саған не сыйлайды, қызмет жасайды деген сөз. Ал енді жаңағындай буын кетсе, оны титанға ауыстырып, буын кетсе, оны титанға ауыстырып, ол жауапкершілік па? Ол деген сөз жауапкершілікті врачтың, дәрігердің мойнына жүктеп қою. Міне мен суставым жұмыс істемей жатыр. Давай сен жауапкершілікті мойныңа ал, маған титан дискіні, титановый нені буынды салып бер деген нәрсе да. Бұл жерде әрбір адам өзінің мынау ағзасына деген жауапкершілікті өзінің мойнына алу керек та. Сол кезде барып, сізде ондай жаңағындай титановый буындарды ауыстыруға бармайсыз деген сөз. Енді бұны қалай вообще артрит, артроз деген нәрсе неден пайда болады ағзада? Неге бұл жылдан жылға жасарып келе жатыр? Яғни бұрын мысалы 60-70-тен асқан үлкен кісілерде сондай диагноздар болса, қазір 25-30-дағы жап-жас жігіттерде, қыз келіншектерде осындай диагноздар бар. Бұны айтып отырғаным,
сондай диагнозбен, кәдімгі снимоктарымен, МРТ-ларымен, жаңағы УЗИ-ларымен, менде мынандай артрит деп жатыр, менде осындай артроз деп жатыр, полиартрит деп жатыр деп, мынау қолдағы мынау буынның бәрі қақсап ауыратын, олар бүйтіп ісініп кететін жағдайлар өте көп қазір. Енді осының негізгі себебіне, бұл қалай адамда пайда болады бұл диагноз, осы нәрсеге тоқталайық. Бізде ағзамызда лимфа жүйесі бар. Бұл лимфа жүйесі енді өте күрделі тақырып. Лимфа жүйесі, мынау батыс медицинасы лимфа жүйесіне көңіл бөлмейді. Лимфа деген нәрсені бұл шығыс медицинасы өте көп көңіл бөледі. Шығыс медицинасы. Енді лимфа дегеніміз не? Лимфа дегеніміз, бізде мына қан жүйесі бар, оны бәріміз білеміз. Қан жүйесі деген жүрек, насос сияқты, жүректен тарқайтын бүкіл тамырлар. Ол үлкен тамыр болып жүректен басталады, кішірейіп, мынау мидың ішіндегі майда капиллярлар, аяғыңыздың ұшындағы, саусақтарыңыздағы майда капиллярлар, мынау қолыңыздың саусақтарына келетін бүкіл майда капиллярлар, осының барлығы не істеген? Бәрі келіп жүрекке қосылған. Жүрек насос, ол үздіксіз соғып тұрады. Неге соғады? Себебі ол қанды качать етеді. Яғни сіздің аяғыңыздың ұшына барған қан сол насос жүректің әсерінен қайтадан жүрекке келеді. Келісесіздер, иә? Ал енді лимфа дегеніміз бұл да қан, бұл да сұйықтық. Бірақ қанда эритроцит деген қызыл түйіршік бар, лейкоцит деген ақ түйіршік бар, тромбоцит бар, пластиналар бар, иә? Лимфада эритроцит жоқ. Оның құрамы да қанның құрамы сияқты. Ол жерде лейкоцит бар, эритроцит жоқ ол жерде. Және лимфа, бұл, мынау айтам ғой мен, біздің ағзамызда 70 триллион клетка бар деп, иә? Осы 70 триллион клетканың айналасында межклеточное пространство деген бар. Яғни клетка, қасында клетка, осы клеткалардың арасында да сұйықтық бар. Лимфаның бастауы сол жерден басталады. Яғни межклеточная жидкость деген сөз, ол лимфаның бастамасы. Енді лимфа неден, қан тамырдан айырмашылығы, лимфа тамырлары жүрекке қосылмаған. Ол тек бұлшықеттердің, бұлшықетіміз бар ғой, тарам бұлшықет, сол бұлшықеттердің арасында жатады, лимфаның тамырлары. Ол бастамасын клетканың айналасындағы сұйықтықтан алады, сөйтеді мынау бұлшықеттің арасындағы лимфаның тамырлар, бұлшықеттің талшықтарының арасында жатады. Сөйтеді да, мына аяғыңыздың ұшынан, тобық дейміз ғой, тобықтан бастап лимфа жоғары қарай, мынау мойынға дейін 3 ай көтеріледі. Яғни қаншалықты лимфа жүйесінің қою екендігі және оның жұмысының ауыр екендігін көздеріңізге елестетіңіздер. Мынау табаннан бастап, тобықтан бастап, мына жерге дейін лимфаңыз 3 ай көтеріледі, және осы жерге келгеннен кейін ол вена деген, венозная кровь дейді ғой, оттекпен қанықпаған қанға араласып, қайттан қанға араласып кетеді. Енді неге ол 3 ай көтеріледі? Себебі ол жердің тартылыс күшіне қарсы, яғни не нәрсені тастасаңыз да жерге тартылады ғой, ал лимфа жоғарыдан, то есть төменнен жоғары қарай көтеріледі, сондықтан оның қимыл қозғалысы да қиынырақ болады. Лимфаны қай жағдайда жақсы қимылдайды, жақсы жұмыс жасайды, мышцалар сокращаться еткен кезде. Яғни бұлшықет жұмыс істеген кезде не істейді? Лимфада көтеріледі. Енді тобықтан бастап лимфаңыз көтеріліп келе жатыр. Лимфаның жұмысы, негізгі жұмысы, қанға, ағзаға қандай да бір микроб түсті. Тамақпен түседі, ол ауамен түседі қанға, иә? Жаңағы операция кезінде мысалы түседі, дұрыс па? Қанмен жұмыс жасаған кезде. Қанға түскен микробтарды лимфадағы лейкоциттер өлтіреді да, өлексені өзіне ала береді. То есть ол санитар сияқты ғой. Қанды тазалайды, бірақ қанға араласпайды, қаннан бөлек өзінің тамырымен жүріп отырады. Енді тобықтан көтерілген лимфа, майда тамыр келеді, тізенің артына келгенде мынандай узел дейді ғой, кішкене демалып алады. Мына лимфаның тамыры өзі былай, ішінде мынандай қақпақтары бар. Лимфа көтерілді, қақпақ жабылды. Ары қарай лимфа көтерілді, қақпағы жабылды. Лимфа көтерілді, қақпағы жабылды. Тура осылай көтеріліп, тізенің артына келген кезде ол мынандай сумкаға демалады. Енді жаңағы тізе буындарының ауруларын айтып жатырмыз ғой, иә? Тізенің артына келгенде
қазір бізде қандай образ жизни? Бізде міне орындық. Үйде орындыққа отырамыз, тұрамыз, машинаға мінеміз, орындыққа отырамыз. То есть тіземіз мынандай постоянно бүгіліп тұрады. Мынау тізеңіз болса, постоянно бүгіліп тұрады. Мына лимфаңыз келді, мына жердегі узелға жиналды, ол бүгіліп тұр, ол әрі қарай қозғалуға оның жолы жабық деген сөз. Яғни тізеде жаңағы өлекселер бар ғой, қанды тазалап келе жатқан жаман нәрсе ғой, оның бәрі өлексе. То есть микробты өлтірді лейкоцит, өзі де өлді, сол өлексе лимфамен жүріп отырады. Сөйтеді да жаңа сумкаға келген кезде ол тізе бүгіліп тұр, бүгіліп тұрғаннан кейін оның астындағы лимфа өзі жаңа лас нәрсе, ол жерде тұрып қалғаннан кейін, және мынау әсіресе грибок дрожжи деген нәрсе қатты прогрессирует етеді біздің организмімізде. Иммунитет төмендеген кезде біріншіден, екіншіден организм антибиотикті өте көп қабылдаған кезде. Енді антибиотикті қабылдамаған адам жоқ. Бала күннен бастап антибиотик салынады, сол нәрсенің бәрі, мынау грибок дрожжи деген нәрсе, ол да микробтың түрі, соны қатты көбейтеді да, мынау тізенің астындағы сумканы жеп қояды, грибок дрожжилар. Осылайша мынау тізедегі мына екі суставтың қосылған жеріндегі сумка разрушение болады. Ол жердегі синовиальный жидкостьтің сапасы төмендейді. Сөйтеді да, уже жаңағы ол синовиальный жидкость жаңа сүйекті қоректендіріп тұрған нәрсе ғой. Сүйектің қоректендіруі не қылады? Бұзылады. Осының салдарынан жаңағыдай артрит, артроз деген диагноздар көптеп пайда бола бастайды. Енді осы буын ауруларында менде жақында болды, мынандай консультация сұрады. Тізенің арты ауырады, кальций ішіп жүрмін, көмектеспей жатыр, әсіресе лесницамен көтерілгенде ауырады. Яғни ол деген сөз, адам лимфодренаж жасап жатқан жоқ деген сөз. Яғни кальцийді іштіңіз, бірақ ішкенімен ол белгілі бір мөлшерде буынға бармайды. Буындағы синовиальный жидкость нарушение болған, мынау сумка нарушение болған, ол жерде толып жатқан грибок дрожжилар бар, оның үстіне барған кальций жоғары мөлшерде ол жерге бірден көмектесуі қиын болады. Сондықтан бұл жерде біріншіден хитозановый чистка бар бізде. Сол кісіге хитозановый чистканы бердім. Уже ішіп бастағаннан 1-2 күннің ішінде ода уже нәтиже болды. Яғни лесницаға көтеріліп мінген кезде оның аяғының ауырсынғаны басылды. Бұл қалай жұмыс жасайды? Жалпы хитозан деген біріншіден лимфаны тазалайды. Мына жаңағы бүкіл өлекселер жиналған сұйықтық бар ғой, лимфадағы, сол сұйықтықтың сапасын жақсартады біріншіден. Екіншіден, бізде мынау малоподвижный образ жизни дейміз ғой, аз қимыл қозғалыс болғандықтан лимфамыз өте қою, замаск сияқты. Қоп қою болады, ол лимфа не істеу керек? Ол жаңағы нәрсенің бәрін ағзаның слизисті оболочкалар арқылы шығару керек. Ол бірінші лимфаның шығатын жолы, мына тізеге келді, сумка болды, сосын шатта. Шатта тоже лимфа әрі қарай мына санның арасындағы бұлшықеттермен көтерілді, шатқа келген кезде тағы да сумка, узел. Сол жерде бір демалып алады, содан әрі қарай қозғалады. Сөйтеді да лимфаның ең бірінші шығатын жолы біздегі слизистый нелеріміз бар ғой, поверхностьтер, ішкі органдардың, солар арқылы шығарады өлекселерді. Ол бірінші женский, мужские половые органы. То есть женские влагалищеден выделение, иісі нашар выделение, сондай болады ғой. Сол кезде ол деген сөз лимфа сол влагалище арқылы өлекселерді шығарып жатыр деген сөз. Яғни организмде не грибок көбейіп кетті, не дрожжи көбейіп кетті, не басқа да бір бактериялар көбейіп кетті деген сөз. Бірақ но слизисті арқылы ол шығару керек. Әрі қарай ол көтеріліп, бүкіл адамның ішкі құрылысындағы асқазан, ішектің барлығының ішкі бетіне лимфаның тамырлары келіп тұр. Яғни лимфа арқылы келген нәрсенің бәрі мынау ішектің слизистые арқылы үлкен дәретпен ағзадан шығу керек. Енді егер адамда годами запор болса, үлкен дәрет дұрыс жүрмейтін болса,
годами. Ол деген сөз ішектің ішіндегі мынау слизистый оболочканың бәрі шырышқа батып қалған деген сөз. Шырышқа батып қалған. Сөйтеді да мынау лимфа не істейді? Ішек арқылы жақсы тазарып шыға алмайды. Сөйтеді да ол әрі қарай көтеріледі. Әрі қарай слизистый оболочка бізде бронхымыз. Мынау бронхиальный астмасы барлар, пневмония, бронхиттері барлар, олардың бәрінде сол лимфаның қоюлығы және ішектің жақсы жұмыс істемейтіндігі. Яғни ішек арқылы шығара алмаған нәрсені организм мынау бронх арқылы шығара бастайды. Бронхит болып кішкентай балдардың өзі өкпесі жақсы демала алмай, тамағы сырылдап, мынау бронхысы бітіп қалған жағдайлар болады ғой. Сол деген сөз ол балада, значит, запор бар деген сөз. Яғни ішек арқылы лимфа жақсы тазарып шыға алмай жатыр, сондықтан ол бронх арқылы шыға бастайды. Және олардың жаңа шығаратын микробтарына да байланысты. Мысалы, ішек арқылы белгілі бір микробтың өлекселерін шығарады, бронх арқылы белгілі бір микробтардың өлекселерін шығарады. Сөйтіп, ангина, ары қарай тамаққа келді, тамақта ангина болып іріңдеп кетеді. Ірің деген сол лимфадағы, яғни өлген лейкоциттер мен өлген микробтар. Олар да тамақ арқылы жаңа өлекселер тоже шығарыла бастайды. Ең соңғы инстанция гайморова пазуха, гайморит неге болады? Тоже лимфаның жаңағы қатты ластануы, тоқ ішектің, аш ішектің дұрыс жұмыс істемеуі, яғни қатты ластануы, адамда бронхит бар, то есть мынаяқтан да шыға алмайды. Сөйтеді да ол мынау гайморова пазуха арқылы жаңағы ірің шыға бастайды. Яғни бұл деген сөз ағзада, то есть лимфа жүйесінің өзі бүкіл организмде жұмыс жасап жатқан система. Енді жаңа хитозановый чистканы айтайық. Хитозановый чистка кезде антилипидный шай, немесе тенфенча және хитозанның 3 бутылкасы ішіледі. Ол 3-5 күннің ішінде ішіледі. Яғни күніге 5 капсуладан 1 сағат сайын хитозанды ішіп отырады. Арасында тамақты да жей береді 3 мезгіл, тамақпен бірге антилипидный шайды қою шөбімен бірге демдеп ішеді. Бұл не істейді? Бұл біріншіден лимфаны сұйылтады, екіншіден лимфаны тазалайды, үшіншіден ішектің ішіндегі бүкіл слизистый бар ғой, мына ішектің ішіндегі кілегей қабықшасы, соны слизден тазалайды. Оны тазалады деген сөз, мына жерден келген лимфа өзінің жаңағы жұмысын атқарып, ағзадан аулы заттарды шығарады деген сөз. Ішек тазарды, то есть уже ішек арқылы шыға бастағаннан кейін ол бронхыға көтерілмейді. Яғни бронхит, астмадан да құтылуға болады. Не арқылы? Хитозановый чистка арқылы. Енді хитозановый чистка кезде міндетті түрде біз не істейміз? Лимфодренаж жасаймыз. Танец активизация меридианов. Танец активизация меридианов деген көп адам мән бермейді. Қазір енді мысалы TikTok ашсаңыз да, Instagram ашсаңыз да, YouTube ашсаңыз да толып жатқан упражнение, түрлі упражнениялар. Бәрі айналып келгенде сол упражнениялардың бәрінің орнына танец активизация меридиановты 25 минут күніге жасасаңыз, сіз лимфодренаждың планын орындайсыз деген сөз. Яғни ол жерде көбіне өкшемен секіру, сосын дизе арқылы жұмыс жасау, то есть диземен секіру, сосын отырып тұратын упражнениялар бар, секіріп аяқты сілкейтін упражнениялар бар. Бұның бәрі не істейді? Лимфаның жақсы тазаруына, оның сұйылуына, жаңа хитозанның антилипидный шайдың жұмысының жақсаруына атсалысады. Яғни сіз хитозановый чистканы егер несіз лимфодренажа, танец активизация меридианысыз 7 күн ішкенде қандай да бір нәтижеге жетсеңіз, және 3 күн ғана ішіп, бірақ күнделікті азанда танец активизация меридианов жасасаңыз, екеуінің нәтижесі бірдей болады. Яғни бұл жерде лимфодренаждың маңызы өте күшті. Әсіресе бүгінгі таңда бізде малоподвижный образ жизни деп жатырмыз ғой, осы нәрсе. Сосын әрине тамақтанудың да әсері өте көп. Қалайша, мысалы ет жейміз. Еттің қорытылуы 6-8 сағатқа дейін созылады. Смотря қандай ет. 6-8 сағат қорытылады. Біз етті ғана жеп қана қоймаймыз. Онымен бірге қамыр, углевод қой енді. Қамыр, майлы сорпа, осының бәрін бірінің үстіне бірін қолданамыз. Бұл нәрсенің бәрі ішектің сол нәрсенің бәрін қорытып
үдере шыға алмайтындығының әсерінен, біріншіден, екіншіден қимыл қозғалыстың аздығынан. Енді көп адам айтады, ата бабамыз жеген ет, қалай біз етсіз отырамыз дейді. Етсіз тамақ жеген. Ойламайды да адамдар, ата бабамыз ет жеген. Мысалы, менің бабаларым бар, батыр болған, бір өзі бір қойдың етін бір астауға салып, бір адам бір етті жеген батырлар. Бірақ олар сол еттің қорытылғандағы бөлінетін энергиясын қолданған ғой. Аттың үстіне мініп, жауға шауып, пәленбай килограмм шоқпарды, сауытты көтеріп, яғни сол еттен қорытылған кезде бөлінетін энергияны организм пайдаланған. Әрине, ол қорытылады, сіңеді, тас талқан болып, жаңағы как будто ет жемеген сияқты организм болады. Ал енді біздің жағдайымызда тура сол етті жегіміз келеді, бірақ кірді машине жуып жатыр, әсіресе ер азаматтарда абсолютно қимыл қозғалыс жоқ. Дайын тамақты жейді, қисайып диванға жатып телевизор көреді, қайттан тұрады, тамақты жейді, машинаға отырады, то есть физически нагрузка жоқ. А ол еттен қорытылып, одан бөлінген энергия жұмсалмағаннан кейін, ол үстін жинала бергеннен кейін, әрине қарын шығады, жаңағы ішектің ішінің бәрі шырышқа, слизге толады, иә? Осы нәрсені кішкене таразылау керек та. Осы тамақтану, жаңағы қимыл қозғалыстың аздығы, осының бәрі жаңағындай буын ауруларының проблемасын алып келеді. Ал енді мынау шаттағы узелдің онкологиясы қазір жастардың арасында өте көп. Неге? Себебі біріншіден тамақтану, фастфуд, полуфабрикаттар, консервант, стабилизаторлар өте көп қазір тамақтардың құрамында. Осыдан ағза уланады, ластанады, лимфа қою, себебі қимыл қозғалыс аз, иә? То есть лимфа қимылдау үшін мынау тобықтан мына жерге дейін 3 айда жетіп, өзінің жұмысын атқарып, қанды тазалап, осы жұмысты жасау үшін организмде бұлшықеттер не істеу керек? Бұлшықеттер сокращение жасау керек. Яғни аяқтың бұлшықеттері постоянно жұмыс жасау керек. иә, қолдың бұлшықеттері постоянно жұмыс жасау керек. Сол жағдайда ол лимфа өзінің жұмысын 100% атқара алады. Ал енді жаңағындай болған кезде лимфа өзі замазка сияқты қою болып, кілегей болып қалған кезде, және ол жаңағы нелерде, тізеде, мынау шатта да қозғалыс жоқ, байқасаңыздар. Орындықта отырдың деген сөз, шатта жаңағы 90 градус, мына шат мына жерде болса, 90 градустың арасында ол да қимыл қозғалыссыз қалып кетеді. Ал лимфа деген бұл ағзамыздағы жаңағы толып жатқан патогенный микрофлора дейді ғой, бактериялар, коккалар, палочкалар, грибоктар, дрожжилар, бұл көзге көрінбейтін паразит микробтар. Осы нәрсенің бәрі біздің ағзамызда бар. Сол жаңағы лимфаның ішінде тұрып, сол шаттағы органдарға теріс әсерін тигізеді. Тізеде буынның разрушениесін алып келеді, артрит, артроздарға алып келеді. Қала берді, қазіргі біз жеп жатқан тамақтың құрамында түрлі қышқылдар, кислоталар түзіледі. Осы кислоталардың барлығы не істейді? Осы буындарда жиналады. А ол жиналған жерін қарап тұрмайды ғой ол. Кислота деген ояды, өзінің зиянын тигізеді, күйдіреді, зиянын тигізеді. Осылайша суставтарда проблема болады. Енді хитозановый чистканы өткеннен кейін міндетті түрде мынау сүйекте, мысалы артритте айтып жатырмыз ғой, сүйектер, артрозда сүйектер жарылады, зақымданады, суставтағы сүйектердің, жіліктердің басы. Сол жілікті қалпына келтіру үшін тиньшида мысалы глюкозамин бар. Глюкозамин, тиньшидің глюкозаминінің құрамында хондроцит та бар, кальций да бар, глюкозамин да бар. То есть 3 в 1. Мынау жылтыр неде хондроцит керек бұл жерге, кальций керек, бұл жерге глюкозамин керек. Яғни глюкозаминді ішкен кезде мынау сүйектегі артроз деген диагноз қойылғандағы жарылған жарықшалардың барлығы не істейді? Строительный материал барғаннан кейін глюкозамин мен кальциймен бірге, ол жарықшалар бітеліп, анау сүйектің басы қайтадан қалпына келеді. Яғни титан дискі салдыру арқылы сіздің проблемаңыз шешілген жоқ. Сіздің қимыл қозғалысыңызда наоборот шектеу болады. Ол титан дискін салғаннан кейін адамда уже құлап қалса, ол титан диск орнынан тайып кетеді. Оны қайттан операция жасап, кесіп орнына салу керек болады. Сол үшін адам наоборот одан сайын аз қимылдап,
одан сайын аз қимылдап жаңағы лимфаның қойылуы одан сайын үдере береді. Сондықтан лажы болғанша пышақ тигізбей, өзі Алла тағаланың берген несін, денсаулығын нетіп, тазалап, бір сыпыра, мысалы хитозановый чистка дегеніміз организмді тазалау. Лимфа да тазарады хитозан әсерінен, қан да тазарады, жаңағы бүкіл мынау 70 триллион клетканың ішінің бәрін аралап шығады. Хитин деген нәрсе, хитозанның құрамындағы толық ақпарат осы неде Инстаграмда бар. Хитозан туралы материал өте көп. Себебі хитозан өзі теңшілдің өнімдерінің ішіндегі ең жиі қолданылатын, сапасы жоғары, сосын жалпы мынау сіңімділігі жағынан және сүзу жағынан жаңағы ең жоғары сапалы хитозан. Сондықтан мынау хитин деген нәрсе хитозанның құрамында сіздің 70 триллион клеткаңыздың бәрін ішін аралап, ішіндегі улы заттардың бәрін алып шығады. Енді тағы бір айта кететін нәрсе, ревматизм деген нәрсе бар. Ревматизмді де буын ауруларына жатқызады, бірақ ревматизм деген нәрсе, мынау ағзамызда стафилококк деген не бар, микроб бар. Сол стафилококкі ағзада өте көп көбейген кезде, ол да тірі ағза, ол да мынандай клетка, стафилококкты да домалақ клетка, ол да өмір сүреді, ол да тамақтанады, және оның да организмге тастайтын улы заттары бар. Яғни біз мысалы тамақты жейміз да, барып унитазға тастаймыз ғой, организм керек емес нәрсесін, дұрыс па? Үлкен дәретпен тастаймыз, кіші дәретпен тастаймыз. Тура сол сияқты мынау стафилококк да тамақтанады, қоректенеді және өзінің мусырын, зәрін біздің ағзамызға тастайды. Енді ол бір клетка тастаса, ол білінбейді, ал енді миллиардтаған стафилококкылар сіздің организміңізге өзінің уын зәрін тастаған кезде, ол нәрсенің бәрі бұлшықеттердің арасына жинала бастайды, кристалл болып. Осыдан барып ревматизм болады. Бірінші кезде буын болады, оны ревматизм ангинаның несі дейді ғой, последствиясы дейді. Егер ангинамен көп уақыт ауырсаңыз, арты ревматизмге келеді. Ойбай, ангинасы жүрекке шауыпты деген нәрсені естігенсіздер, Яғни не істейді? Жаңағы бірінші буыныңыздағы бұлшықеттердің арасына жиналады, жаңағы стафилококктың зәрі, ол улы зат, өте улы зат. Сосын ояқтың бәрі толып болғаннан кейін жүректің өзі бұлшықеттен тұрады ғой, гладкая мускулатура дейді ғой, бұлшықет. Сол жүректің бұлшықетінің талшықтарының арасына жаңа токсиндер жинала бастайды. Әрине ол жаңағы үздіксіз жұмыс істеп тұрған жүректің жұмысын нашарлатады. Сондықтан ревматизм жүрекке шауыпты деген нәрсенің несі бар, жаны бар да, ол осымен түсіндіріледі. Осы улы заттың барлығын хитозановый чистка кезде ағзадан сіздің зәріңіз арқылы, үлкен дәретіңіз арқылы, кіші дәретіңіз арқылы, мынау терідегі пораларыңыз арқылы шыға бастайды. Яғни хитозановый чистканың 3 күндігі бар, 5 күндігі бар. Енді оны дайректке или личкаға жазатын болсаңыздар, мен оны толық несін беремін, программасын беремін. 7 күндігі бар, 9 күндігі бар. Ал оны неше күн өтетін, ол сіздің ағзаңыздың қаншалықты уланғанына, қаншалықты ластанғанына байланысты, соған байланысты ол. 3 күн өткеннің өзінде сізде керемет жеңілдік болады. Кожыңыз нетіп ағарып, әжімдеріңіз тегістеле бастайды. Ол деген сөз сіздің кожыңыздың клеткаларының ішіндегі улы заттар шығып жатыр деген сөз. Қалай шығады, солай сіздің теріңіздің состояниесі өзгереді. Көзіңіз жылтырай бастайды. Үлкен дәретіңіз, ішіңізден шыққан нәрсеге өзіңіз таңғаласыз. Не деген улы жылдар бойы жиналған нәрсе шектен шығады. Сосын кіші дәреттен де иісі өзгеше болады, цвет өзгеше болады. Ол да кіші дәрет арқылы ағзаңыздағы улы заттар, жаңағы ревматизмдегі бұлшықеттің арасындағы улы токсиндердің барлығы шыға бастайды. То есть, енді бүйтіп қарап отырсаңыз, қазіргі өмір салты, біздің өмір салтымыз, тамақтануымыз, улы немен, ауамен тыныс алуымыз, осы нәрсенің бәрі ағзамызды улап жатыр. Осы улы зат өзі қай органда жиналады, қай буында жиналады, соған байланысты сол органдарда хронический жаңағыдай диагноздар болады. Енді оны бүйтіп УЗИ жасап, анализ тапсырып, оның түбіне жете алмайсыз. Мысалы,
негізі мынау батыс медицинасында диагнозды қою үшін адам 200 анализ тапсыру керек екен. Ал бізде бір ғана общий анализ крови, общий анализ мочи тапсырғызады да диагнозды қоя береді. Ол диагноз 100% анық емес. Анық диагноз қойылу үшін 200 анализ тапсырылу керек. Кальцийдің шамасы, магнийдің шамасы, витамин Д-ның шамасы, цинк қаншалықты организм жеткілікті. То есть осы нәрсенің бәрінің жетіспеушілігі сіздің ағзаңызда қандай да бір органдарда, қандай да бір жүйеде ақау тудырады. Сол ақау барып, сондай жылдар бойы жетіспеген жағдайда сондай бір диагноздарға алып келеді. Енді темадан ауытқып кете береміз, буын проблемасын жаңағындай операцияға бермей, титанға ауыстырмай, диклофенакты өмір бақи өмір серік қылмай, бар диклофенак үйінен үзілмейтін адамдар бар. Потому что тізе қақсайды, қақсап ауырған кезде де ұйықтай алмайды түнде, алады диклофенак салдырады, диклофенактың күшімен ұйықтайды. Осылай жүрген адамда есеп жоқ. Ал енді ол диклофенак сіздің ауруыңызды уақытша шешті, немесе титанды бір тізеңізді ауыстырдыңыз, тағы біраз жылдан кейін екінші тізені ауыстырдыңыз, сосын тағы біраз жылдан кейін шатты ауыстырдыңыз, екінші шатыңызды ауыстырдыңыз. Ал онымен түбіне жете аласыз ба? Жете алмайсыз. Бұл нәрсенің себебін, не себепті менде осындай тіземде проблема болып жатыр, не себепті мен шатымда осындай проблема болып жатыр, сол жағынан үңілу керек та, сол жағынан, яғни ол деген сөз өзіңіздің денсаулығыңыз үшін жауапкершілікті өзіңізге алу керек деген сөз. Өзіңізге жауапкершілікті алдыңыз ба, значит, лимфодренаж жасау керек, себебі қимыл қозғалыс абсолютно жоқ бізде. Енді көбісі фитнес залдарға, тренажерларға жазылады. Ол жерде, сосын йогаға барады мысалы, ол жерде гибкость. Вот йога это гибкость, то есть буынның гибкости, бірақ ол жерде лимфодренаж болмайды. Лимфодренаж деген бұлшық ет сокращаться ету керек. Қатты бұлшық ет сокращаться ету керек. Жаңа тайнс активизация меридиановты неге біздің детокстың фишкасы ол? Неге біздің детокстан керемет нәтижелер болады тиншидағы детокстың? Себебі ол жерде лимфодренажды күніге 3-5 рет жасатқызады. Яғни күніге 3-5 рет сіздің лимфаңыз прокачка болған кезде, яғни немен тобықпен секіреді, ол жерде тіземен секіреді, яғни үздіксіз 25 минут бұлшық еттер сокращение болған кезде лимфаның тазаруы жылдам болады организмде. Сондықтан нәтижеде, мысалы 3 күн детокс өткен адамда керемет нәтижелер болады. Таяқпен зорға келген адамдар таяғын тастап, детокстан 3 күннен кейін қайтып жатқан үлкен кісілердің өзін көрдік көзімізбен. Яғни ол деген сөз не істеді? Лимфа тазарды, буынға жаңағы детокс кезде мысалы кальцийлар ішіледі, кардицеп ішіледі, цинк ішіледі, холикан ішіледі. Осы нәрсенің бәрі анау буындағы питанияны қалпына келтіреді. Ол жерге уже қанмен бірге сол нәрсенің бәрі барады. Сөйтеді, адамның жаны кіріп, жаңағы ауырсынудың бәрі басылатыны сондықтан. Енді үй жағдайында ең буынның проблемасын бірінші жаңа обезболивающий дейді ғой, ауырсынудан құтылудың бірден бір жолы бұл хитозановый чистка. Бар жоғы антилипидный шаймен 3-5 банка хитозан аласыз, соны өзінің программасымен лимфодренажды соблюдать етіп, шайын өзінің уақытында, хитозанды өзінің уақытында ішіп не қылатын болсаңыз, бұл деген сөз буын ауруының бірден бір проблемасын шешетін программа, хитозановый чистка деген программа. Екінші, әрине ол сүйекті қоректендіретін глюкозамин, цинк, кальций, кардицепс, спирулина, осындай макро-микроэлементтерді ішіп, анау синовиальный жидкостьті нету керек, қоректендіру керек. Қоректік заттарға сол жерге жеткізу керек. Ол жерде сүйек питаниесімен, яғни строй материал ғой бұл нәрсенің бәрі. Жаңағы кардицепс 77 микро-макроэлемент, цинк болса да регенерация клетки 200 ферменттің түзілуіне қатысады, кальций болса да 98% усвояемость, тиншидің кальцийі, спирулина, бүкіл Менделеевтің таблицасы. Бұл деген сөз кірпіш қой. Мысалы, үйді салып бастадыңыз, тасты төктіңіз, цементті төктіңіз, фундаментті құйдыңыз, енді кірпішке ақшаңыз жоқ. Ол үйді көтере аласыз ба, сіз кірпішсіз? Көтере алмайсыз. Кірпішті түсірдіңіз, бірақ кірпіштің арасын өретін растворға қосатын цементіңіз жоқ.
таппадыңыз, ақшаңыз жетпей қалды, кірпішті түсірдіңіз, сіз оны өре аласыз ба? Әрине өре алмайсыз, оған цемент керек, оған стройматериал керек, яғни кірпішті бір-біріне өріп нету үшін. Тура сол сияқты біздің ағзамыз, мысалы сүйегіңізде артрит, артроз деп жатырмыз ғой, жаңағы артроз жағдайында сүйектерде жарықшақтар пайда болады. Ол бүтін сүйек. Неге жарықшақ пайда болды? Себебі ол мына жердегі хондроцит азайды, организмде жетіспей жатыр, тамақпен келмей жатыр, глюкозамин жоқ, тамақпен жеп жатқан, күнде холодец жеп жатқан адам жоқ, күнде сорпа қайнатып сүйектің сорпасын ішіп жатқан адам жоқ, дұрыс па? Сөйтеді да мынау жарықшақтар стройматериал жетіспегеннен пайда болады, то есть сүйек разрушение болады. Ал енді сіз хитозановый чисткадан кейін цинкті, кальцийді, глюкозаминді, кардицепс ішетін болсаңыз, ол кірпіш сияқты, кірпіш болып, мынау тесіктерге қаланып, жарықшақтар бітіп, анау хондроцит, глюкозаминіңіз мынаны тура анау бастапқы бала күніңіздегі суставтың басы сияқты қылып, жып-жылтыр қылып, суставтың басын қалпына келтіреді. Яғни осылайша операциясыз, новокаиновый блокадасыз, диклофенакты өмір серік қылмай-ақ, тағы не, осындай нәрсесіз, яғни өзіңіздің денсаулығыңыз үшін жауапкершілігіңізді біреуге жүктемей, өзіңізге жауапкершілікті мойныңызға алып, осылай кішкене денсаулығыңызға жауапкершілікпен қарайтын болсаңыз, қалпына келмейтін нәрсе жоқ. О баста ешкім артритпен туылған жоқ, ешкім артрозбен туылған жоқ, дұрыс па? Туылғанда ол сау буын туылған. Ол өмірдегі образ жизни дейміз ғой, өмір сүру салты осындай нарушенияларға алып келді. Сол нәрсені просто қалпына келтіру бұл жерде. Осылайша кез келген буынның проблемасын шешуге болады. Енді біз немізде қазіргі өмір салтымызда тек қана тамақпен осы нәрсені толықтыру ғана біздің қолымыздан келеді. Мысалы, ауаны біз өзгерте алмаймыз. Машиненің көк түтіні, заводтың көк түтіні, ауаның ластануы шек жоқ ода. Оны біз тоқтата алмаймыз, дұрыс па? Ішіп жатқан су хлорланған, оны да ауыстыра алмаймыз. Хлорланбаған суды қаяқтан тауып ішеміз? Ол үйге келіп тұрған су, амал жоқ, соны фильтрдан өткіземіз, басқа қыламыз, амалдап сол суды ішеміз, бірақ оның ішіндегі хлорды біз шығарып тастай алмаймыз. Яғни біздің өзгерте алатын, қолымыздан келетін нәрсе организміңізді бір-бір сыпыра тазалап отыру и бір-бір сыпыра керекті микроэлементтермен толықтырып отыру. Сонда барып, сіздің организміңіз тозбайды, толып жатқан хронический диагноз болмайды, жаңағындай пышаққа беріп, органды ауыстырып, немесе жаңағы суставтарды ауыстыруға жеткізбейсіз. Енді буын туралы айтамыз деп, тақырып себебі, бұлай тақырыпқа жалғасып кете беретін себебі, ағзамыз бір тұтас жүйе. Бізден үйреніп қалғанбыз, кардиолог тек жүректі қарайды, гепатолог тек бауырды қарайды, ол басқа органда не болып жатыр, сен лимфаңның жағдайы қандай, немен тамақтанып жатсың, лимфодренаж жасайсың ба, физкультурамен айналысасың ба, онымен ешкімнің шаруасы жоқ. Тек қана жүректі алады, ойбай, жүректің тамырларын ревматизм болыпты жүрегің, немесе жаңағы сыртында коронарный артериялар бар ғой, сол жүректің өзін қанмен қамтамасыз етіп отырған майда тамырлар, солар бітіп қапты холестеринге, атеросклеротический бляшкаға, оны операция жасау керек, ол тамырды алып тастау керек, оны ауыстыру керек, сондай да. Ал ол не себепті сондай дәрежеге жетіп тұр? Ол нәрсе